Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үй жағдайында балабашки жасайтын боламыз. Өздеріңіз де балаларыңыз да сүйіп жейтін үй жағдайында өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим деп олай болса бастайық. Өздеріңіз көріп тұрғандай бізге тауықтың төс еті қажет болады. Төс етін осындай жіңішке қылып турап аламыз, төртбұрышты қылып. Енді ұзынша жіңішке қылып турасаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Өсіп төс етін 1 килодай алдым. 1 килоның өзі бізден 1 тарелка шықты. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай пайдалы видеолар өте көп, соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Бізге 1 пиала ұн қажет болады. 1 қасық үлкен қасықпен тұз салдым, және де 1 қасық үлкен қасықпен паприка. Және де бұрышымызды салып, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді бұның үстіне су құямыз. Салқын судан 200 грамдай құйсаңыздар болады. Описанияда қанша мөлшерде қанша кететін бәрін жаза кетемін, сол жерден ашып көрсеңіздер болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай осындай сұқта болу керек. Көбірек жасайтын болсаңыздар, осыны 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Менде аз болғандықтан осылай азырақ жасадым. Енді осыны бәрін осы киярға саламыз, жақсылап араластырамыз. Барлығын саласаңыздар да болады, болмаса осылай шетінен осылай салып болған немізді тауықтың еттерін ұнға аунатып аламыз. Жақсылап 2 бетінде ұнға аунатып, осыны қысып тұрған майға қуыратын боламыз. Менің каналымды жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Тауықтың еттерін болмаса осылай барлығын салып, осылай жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар, бойына тұзы барлығы сынып, піскен кезде өте дәмді болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай қызып тұрған майға осылай барлығын салып, пісіріп алатын боламыз. Баяу отта, қатты қоймаңыздар, тез піссе арасы шикі болып қалуы мүмкін. Осылай 2 бетінде осылай жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде үйде 1 рет болсын жасап көріңіздер. 1 жасасаңыздар қоймай жасайтын боласыздар. Сатып алғаннан гөрі үйде өздеріңіз жасасаңыздар берекелді әрі өздеріңіздің қолдан жасағандарыңызға жетпейді. Олар қандай майға пісіріп жатыр білмейсіздер ғой. Сосын үйде міндетті түрде жасап көріңіз. Біздің балабашкеміз осыменен дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет.